Сәлем достар, қазір біз Қара Кесектің өзін білсең өзіне сен әнін гитарада ойнап үйренеміз. Ең алдымен оригинал аккордтарды көрсетем, барымен, сосын барысыз аккордтарды көрсетем. Так, оригинал аккордтар бұлар мынадай аккорд. То есть бірінші нені барыны 6-шы латқа қоямыз, 6-шы латқа мына жерде АМ аккордын ұстаймыз. Екінші, төртінші, үшінші струналар. Бұл бірінші аккорд. Екінші аккорд бұл мына неге түсеміз, 9-шы латқа түсеміз бары. Сосын Е аккордын ұстаймыз. Үшінші, бесінші, төртінші струналар. Үшінші аккорд біз осы жерден 2 латқа көтерілеміз, 7-ге барамыз. То есть мен 9-да тұрдық, 7-ге барамыз. И соңғы аккорд бұл, то есть дәл осы жерден 1 латқа көтерілеміз. Міне бірінші аккорд, 7-ші латқа, потом 9-ші латқа түсеміз, потом 7-ші латқа көтерілеміз, 6-ші латқа көтерілеміз. Бұл оригинал аккордтар. Енді мына оригинал аккордтарды біз каподастр болса, бұлай ойнауға болады. Каподастрды 6-ші латқа қойып қоямыз да, оригинал аккордтарды бұлай ойнаймыз. А, G, F, Е аккордын ойнаймыз. Каподастр, АМ, G, F, Е аккордтары. Енді барысыз аккордтар. Бұлар АМ, одан кейін ЕМ, сосын ДМ аккорды, потом Е аккорды. Осы 4 аккорд басынан аяғына дейін ойнап шығамыз. Бұл әнді біз 2 қағыспен ойнай аламыз. Біріншісі бұл 6-лық қағыс глушкамен бұлай болады. Төмен глушка жоғары, жоғары глушка жоғары. А екіншісі мынадай. То есть төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары, төмен. Бұл екеуін де қазір көрсетсем, бірінші куплетін 6-лықпен айтып шығам, сосын екінші қағысты қайырмасына көрсетсем қайырмасында. Куплетін ойнаған кезде біздер әрбір аккордқа 2-2-ден ойнаймыз 6-лық қағыста. Мұныға айтып көрсетем. Жалғыз жүрегіңді маған сыйлама, ол үшін аузымыздыма аңны қинаған. Ақылмен өмір сүр, есіңді жинада, сөздермен адаспа, ақылға сыймаған жылжыған уақыттар, жетелеп бақытқа алып бармадыма. Әлім бар ма жетуге алыс арманына. Дейміз де, қайырмасына келген кезде жаңағы мен көрсеткен 6-лық қағыспен ойнауға болады. Дәл солай әрбір аккордқа 2-2-ден, әлде екінші түрін ойнауға болады. Бұлай. Төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары, төмен, та-та-та-та. 3 қағыстан 2 рет ойнадым. 6 қағысты міне. Та-та-та-та. Сосын 4 қағыс ойнайым. Резко. И осылай әрбір аккордқа тоже 2-2-ден ойнаймыз. Қазір. Сен мен ойлама, өзіңді ойла, қатал тағдырдың ағысына қарсы жүзу ойла. Жалғыз қалып қойма, сен мені сұрама бақытыңды, сая кетірме қайтарылмау уақытыңды. Жаным өзіңді сен, өзіңе сен. Енді барысыз аккордтармен түсіндірем. Бұл жерде біздер АМ, ЕМ, ДМ, Е аккордтармен ойнаймыз. Және қағысы жаңағы 6-лықпен әрбір аккордқа 2-2-ден ойнаймыз. Өлеңді айтқан кезде бұлай болады. Жалғыз жүрегіңді маған сыйлама, ол үшін болма мені қинаған. Ақылмен өмір сүр, есіңді жинада, сөздермен адаспа, ақылға сыймаған. И осылай жалғастыра береміз.
айларым жылжыған уақыттар жетелеп бақытқа бармады ма, әлің бар ма өтуге алыс арманына. Мінекей достар, осылай сіздерге бейне сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де разбор ұнаса, лайк басуды ұмытпаңдар және комментарий жазып кетіңдер. Келесі бейне сабақты көріскенше.